Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канған. Ерлі-зайыптылардың қосылуы. Алғашқы қосылу деп жұбайлық өмірдің алғашқы түнін айтып отырмыз. Бұл түннің ерлі-зайыптылар өмірінде ерекше орын аларына, олардың санасына мәңгілік әсер қалдыратынына көңіл аудармақпыз. Жігіттің де қыздың да жұбайлық өмірдің алғашқы түні төсекте кездесудің қалай боларын ойлап алаңдайтыны күмәнсіз. Бұл адам баласының барлығына тән табиғат құбылыс. Бұл түннің ойша елестеткеннен мүлде өзгеше болуы мүмкін. Сондықтан алғашқы түннен бастап араларын жалғап тұрған нәзік жіпке зақым келмес үшін жас жұбайлар бір-бірінің тілін тауып, әдептен аспай үйлесімді һәм ұнамды қатынас жасағаны ләзім. Сондай-ақ ерлі-зайыптылардың төмендегі істерге көңіл бөлген жөн. Біріншіден, ері әйелінің пәктігін алуға асықпағаны игі. Тіпті тойдан кейін бірнеше күн өтсе де бұл істі жарасымды түрде жасағаны дұрыс. Өйткені асығудың ешқандай пайдасы жоқ. Екіншіден, әйелдің күйеуіне салғырттық танытпағаны жөн. Себебі мұндай салғырттық еркекке кері әсер етіп, оның өз-өзіне деген сенімсіздігін тудырады. Ал мұның ақыры көбінесе отбасындағы берекенің бұзылуына, тіпті ажырасуына әкеліп соғады. Үшіншіден, әлі беті ашылмаған әйелдің алғашқы түнде еріне деген ынтызарлығын толық көрсете алмасы анық. Бірден ибадан аттау оңай шаруа емес. Сондықтан еркек ойға алған ісін орындағанша сабыр мен икем танытып, онымен үйлесер жолды іздегені жөн. Төртіншіден, жоғарыда айтқандарымызға қоса ерлі-зайыптылардың бір-бірімен жарасымды төсек қатынасын орнатуы да осы өткелден қиналмай өтуге көмектесері анық. Бесіншіден, жұбайлықтың бірінші түні бұл істің сәтті түспесе, оны белсіздік деп бағаламаған жөн. Өйткені еркектердің көбі әйелдер сияқты ибат табалдырығынан аттарда ерекше бір күй кешіп толқып суып қалатыны шындық. Оны белсіздікке жатқызуға болмайды. Біршама уақыттан соң ерлі-зайыптылар бір-біріне етене болып сезімдерін де ашық білдіре бастағанда арадағы көрінбес кедергі өзінен өзі жойылады. Қосылу көріністері. Жақындасудың әртүрлі тәсілдері бар. Шариғат үкімдерінің бұл туралы айтары көпшілікке белгісіз екені рас. Сондықтан көпшіліктің көңілін түйткілді сұрақтан арылту үшін оларды да баяндап өткен жөн. Төсек қатынасы әдістерінің бірі кейбіреуге құмарынан шығып тояттауға мүмкіндік беретінмен екінші бір адамға ыңғайсыз һәм ауырлау болып келуі мүмкін. Ерлі-зайыптылар қосылу кезінде арнайы бір тәсілді ғана қолдансын деген сөз жоқ. Бәлкім бұл істің қалауы ерлі-зайыптылардың өз еріктеріне қалдырылған болар. Аллаһ тағала Құранда әйелдерің егіндіктеріне қалай қаласаңдар да келе беріңдер деген. Бұл аяттан ерлі-зайыптылар қосылғанда қандай тәсіл, қандай түрмен қосылса да күнәсі жоқ. Тек қана бір шарты бар, ол әйелдің артқы мүшесінен аулақ болу деген үкімді ұғамыз. Осы орайда ерлі-зайыптыларға әсіресе дініне берік бауырларымызға айтарымыз, қосылу тәсілдеріне жетік болу тақуалыққа еш қайшы келмейді. Мұны ұятсыздыққа жатқызу да жөн емес. Өйткені еркектің әйеліне қалаған жағымен еш қысылмай келе беруін Аллаһ тағаланың өзі рұқсат еткен. Демек, бұл мәселеде орынсыз қуыстану тақуалықтың емес, керісінше дінін білмегендіктің айғағы. Сондықтан иманды, инабатты әйелдің күйеуіне әсем көріну үшін сыланып-сипануына, наздануына және жарының іңкәрлігін оятатын барша әрекеттерді жасауына ешқандай тыйым салынбаған. Керісінше бұл істер арқылы өзінің және күйеуінің сезімін қарамға ауып кетуден сақтағаны үшін етеккір келгенде босанғаннан кейін және истихада кезінде әйелмен қосылу. Етеккір келген босанған яки истихада мерзіміндегі әйелмен қосылу үкімін айтпас бұрын бұл жағдайлардың қысқадан нұсқа анықтамасын және оларға байланысты шариғат үкімдерін қысқаша түсіндіріп кеткен жөн. Хайыз. Әйел ағзасының өзгешеліктеріне байланысты белгілі уақытта олардың етеккірі хайызде келіп, жатырынан қан бөлініп тұрады. Бұл қан ағзаның ауруға шалдыққанының белгісі емес. Етеккір бала тууға жарамды барлық әйелге тән. Ол 3 тәуліктен 10 күнге дейін созылатын қалыпты құбылыс. Етеккір мерзімі көбі 5 немесе 7 күнге созылады. Егер бұл мерзім
3 күннен кем немесе 10 тәуліктен көпке созылса, онда истихада болып есептеледі. Етекір күндері көрінетін қызғылт яки сарғыш түсті сұйықтық оның әлі бітпегенін, ал ақ түсті қою сұйықтық әйелдің етекірін толық тазарғанын айғақтайды. Кей кездері етекір қанның уақытша тоқтап, бөлінбеуі де ықтимал. Етекірдің толық тазарған әйел намазын жалғастыру үшін және күйеуімен жақындасу үшін міндетті түрде ғұсыл қылынады. Етекірі келген әйел шариғат үкімі бойынша намаз оқудан босатылады және сол күндердегі намаздың қазасын өтемейді. Ораза ұстамайды, бірақ сол күндердегі оразаның қазасын өтейді. Сонымен бірге оның мешітке кіруіне және қағбаны айналып тауап жасауына, күйеуімен жақындасуына рұқсат етілмейді. Нифас дегеніміз бала туылғаннан кейін әйелдің жатыры тазаланғанша көрінетін қан. Бұл қанның біршама уақыттан кейін тыйылуы да 40 күнге дейін созылуы да мүмкін. Босанған әйелдің үкімдері жоғарыда айтылған етекір келген әйелдің үкімдеріне сай келеді. Истихада. Әйел ағзасы кейбір ауруларға шалдыққанда ағатын қан истихада деп аталады. Яғни етекір күндерінен басқа уақытта яки етекірдің тазарғанына 15 күн толмай немесе босанғаннан соң 40 күннен кейін әйелдің қан кетсе, бұл истихада қанына жатады. Истихада патологиялық ауру себепті келетін қан. Истихада қаны намаз оқуға, ораза тұтуға, қағбаны тауап етуге және басқа да ғибадаттарға кедергі болмайды. Бірақ истихада көрінген кезде тахарат бұзылады. Истихада кезінде ерлі-зайыптардың төсек қатынастарын жасауына тыйым салынбаған. Тек қана әйел жыныс мүшесін қаннан тазалап, жуып қойса жеткілікті. Өйткені бұл қан ласқа жатады. Әрине, ластан әрқашан арылған жөн. Жоғарыда біз барлық мәзһаб ғұламаларының бірауыздан етекір мерзіміндегі немесе босанған әйел мен еркектің төсек қатынасына баруын харамға жатқызғанын айтып өттік. Себебі Аллах тағаланың Құранда сенен етекір жайлы сұрайды, оларға ол жеркенішті зат. Етекір кезінде әйелін аулақ болыңдар, оларға тазарғанға дейін жақындаспаңдар де. Шәксіз Аллах тәуба етушілерді жақсы көреді, әрі таза болушыларды жақсы көреді деп айтқаны бізге белгілі. Аннас ибн Малик, Аллах оған разы болсын, яһудилер етекір кезінде әйелдермен бірге ішіп жемейтін және олармен бірге тұрмайтын. Сахабалар пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам мұның бәрін сұрағанда Аллах тағала осы аятты түсірді. Ал пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қосылудан өзге бәрін жасауға болады деді, деп жоғарыдағы аяттың түсу себебін баяндаған. Жүкті әйелмен қосылу үкімі. Жүкті әйелмен босанғанға дейін қосылуға болатындығына және жүктіліктің қосылуға кедергі болмауына талас жоқ. Алайда аяғы ауыр әйелімен қосыларда ерінің төсек қатынасында ептілік танытып, әйелі қиналмайтындай жайлы тәсілді таңдағаны жөн. Әсіресе соңғы айларда абай болып осыны ескеруі керек. Себебі мерзімі жақындаған әйелдің жүгі ауырлағандықтан көп шаршауы заңдылық. Осы уақыттарда ері құмарлығын тежеп сабыр танытқаны игі.